Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұмсақ болып шығатын лакомканың жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін балалық шақтың бал дәмін сіз де жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Сонан соң қантты саламыз. Тұзды саламыз. Ашытқыны саламыз. Балғын ашытқыны пайдаланыңыздар, қамыр жақсы көтеріледі. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқаның бір сарыуызын қамырдың бетіне жағуға алып қаламын. Енді ерітілген сары майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда өте дәмді, жұмсақ болып шығатын тоқаштардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Онды аз-аздан салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Онды алдын ала електен өткізіп алдым. Бастапқы кезде силиконды лопаткамен араластырамын, әрі қарай қолмен илеймін. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Бетін жабамыз, қамыр көтерілгенше бөлме температурасына 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Мінеки қамырымыз дайын. Сонан соң қамырды 6 бөлікке бөлеміз. Бөлінген қамырларды дөңгелектейміз. Барлығы бірдей болу үшін таразымен өлшеп алсаңыздар болады. Дөңгелектеп алған қамырдың бетін жабуды ұмытпаймыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Келесі кезекте қамырды дөңгелек етіп жаямыз. Қамырды қатты қалың немесе қатты жұқа қылмай орташа етіп жаямыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан ұнды пайдаланамыз. Жайып алған қамырды ортасынан бөлеміз. Дайын болған қамырды формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Қалған қамырдың барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз, бөлме температурасында 10 минутқа қалдырамыз. Сонан соң қамырдың бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки достар, арасы толықтай пісті, жұмсақ болып шықты. Толықтай суытамыз. Енді кремін дайындаймыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Қоюландырылған сүтті құямыз. Сапалысын пайдаланыңыздар. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Осымен кремі дайын, жылдам дайындалады. Енді дайын тұрған лакомканың ортасынан видеодағыдай өткір пышақпен ортасынан кесіп шығамыз. Тоқаштың біреуін ұсақтап дайындап алдым. Қаласаңыз печенье немесе жаңғақ қолданыңыз. Сонан соң дайын тұрған кремнен 2 ас қасық салып жағып шығамыз. Видеодағыдай кремді шетіне де жағамыз. Тоқашты толықтай суытып барып пайдаланамыз. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Крем жағылған бөлігін ұсақталған тоқашқа батырып аламыз. Осымен өте дәмді, тойымды лакомка дайын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.